Құрма пальмалар тұқымдасына жататын тропикалық жеміс. Тігінен 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбіне ыстық климатты аймақтарда өседі. Медицинада құрманы бір күнде ең көп дегенде 5-еуін жеуге кеңес береді. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға жеттейді. Сонымен құрма мынадай жағдайларда адам ағзасына ем. Бірінші, құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Екінші, бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы белгілерін жеңілдетеді. Аш қарынға желінсе ішектегі бауырдағы құрттарды өлтіреді. Үшінші, құрма көз жанарының көру қабілетін жақсарта алады. Сәбіздегідей оның құрамында А дәріменінің мөлшері көп. Төртінші, егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Бесінші, құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін де пайдаланады. Алтыншы, араб әйелдері көп ғасырлар бойы құрманы ерінің күш қуатын арттыру үшін қолданып келеді. Ол үшін жемісті ұнтақтап, ерлердің кофесіне қосады. Бұл өнімнің құрамында құмарлықты, жыныстық қабілетті арттыратын түрлі амин қышқылдары бар көрінеді. Жетінші, шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрма жеу қажет. Оны косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Себебі құрмада йодтың мөлшері де көп. Сегізінші, құрманы сүт араластырып, қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа. Тоғызыншы, құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады. Оныншы, адамды арықтатады. Егер күрішпен бірге пісірсе, семіртеді. 11. Құрамында А, Е, Б дәрумендеріне де бай. Алмадағы темірдің 2 есесі құрмада табылады. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. 12. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс. Өйткені ана сүтін көбейтеді. 13. Сондай-ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы. Құрамында микробы жоқ жеміс. 14. Құрма сүйектерін үгітіп, кофе қылып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, демалдырады. 15. Сонымен қоса, құрманы жатардан бұрын жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы. 16. Жүктілік кезінде көптеген әйелдің біраз уақыт жүрегі айнып, және де физиологиялық өзгерісте жүреді. Нәтижесінде ағзада калий жетіспеушілігі басталады. Сондықтан жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақты жеуі тиіс. 17. Калий құрмада көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға миға қажетті оттегін алуға көмектеседі, және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса ағзаға қажетті суды және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. 18. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай, дененің терісіне жақсы әсер береді. 19. Құрмадағы тағы бір минерал темір. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түсуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қан аздықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмір қышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай,
Сондықтан да күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болады. 20. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қаңқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оразасын жас құрмамен, жас құрма болмаса кепкен құрмамен, ал ол болмаса сумен ашатын. Сол себепті құрма мен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған. Тіпті құрманы ауызашардың сәні деп те айтуға болғандай. Құрамындағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегендігін кетіретіндігін айтқан мамандар құрманы жай уақытта да жиі жеп жүруге кеңес беруде.